Ассаламу алейкум. Бүгін мен окрошка жасадым. Соны сіздермен бөлісетін боламын. Қазіргі ыстықта нағыз жасап жейтін тағамдардың бірі. Салқындатып ішсеңіз мүлдем керемет. Сіздерге видеоларым қызық болады деген ойдамын. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Окрошка көпшіліктің сүйіп жейтін витаминге бай тағамдардың бірі. Сондықтан міндетті түрде жасап, отбасыңызбен ыстық кезде жасап ішіңіз. Осы видеоның төменгі жағында қажетті заттардың өлшемі жазылған, соған қарап жасай бересіз. Ол үшін ең алдымен жұмыртқа мен картошканы суда қайнатып пісіріп аламыз және салқындатып аламыз. Салқын болса турауға ыңғайлы, езіліп кетпейді, өз формасын жақсы ұстап, жақсы туралады. Сондықтан салқындатып бірақ тураймыз. Жұмыртқаны міне мен осылай квадрат етіп турадым. Видеода көріп отырғандарыңыздай мен аз ғана порция жасадым. 2-3 адамға жететін. Мен видеоның астыңғы жағында толық порциясының рецептін қалдырамын. Егер 1-2 адамға жасайтын болсаңыз, онда сол мен жазған рецепттің жартысымен дайындасаңыз болады. Картошканы квадрат етіп тураймыз. Мен негізі жалпы осы ішіне қосатын заттардың барлығын квадрат етіп тураймын. Огурцы мен редисканы теркадан өткізіп те қолдануға болады. Осы огурцы мен редисканың мөлшерін өз қалауыңыз бойынша көбейтіп, азайтып қоссаңыз болады. Өте оңай, тез дайындалады. Осылай барлығын квадрат етіп тураймыз да, өзімізге ыңғайлы бір ыдысқа саламыз. Енді шұжықты да квадрат етіп тураймыз. Окрошкаға жалпы шұжық немесе піскен ет қолдансаңыз болады. Піскен етпен де дәмі өте ерекше, күшті болып шығады. Олай да жасап көрсеңіздер болады. Енді кезекте редискамыз тураймыз. Бұл окрошкаға редиска ерекше дәм береді. Мен көбірек қосқанды жақсы көрем. Сіз қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Міне барлығын турап болдық. Енді үстінен айран құямыз. Айран менде кәдімгі дүкенде сатылатын 2,5% айран. Қолдың айраны болса, соны қолдансаңыз болады. Дәмі ерекше болып шығады. Минералды газдалған салқын су құямыз. Мен бүгін боржоми қолдандым. Кез келген минералды газдалған суды қолдана берсеңіз болады. Бір араластырып жібереміз. Содан кейін үстіне 2 шай қасық қаймақ қосамыз. Мен 10%-дық дүкенде сатылатын қаймақтан қостым. Қалауыңызға қарай тұз, бұрыш қосасыз. Осылай барлығын салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз да тоңазытқышқа салып қоямыз. Салқындағаннан кейін алып іше берсеңіз болады. Окрошкаға мен зелень қосқанды жақсы көремін. Әсіресе укроп қосамын ылғи. Ыстық күнде жасап ішіңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.